Дәл қазір мектептің сезоны басталды. Балаларыңыз күнделікті мектепке бір затты сұрайды. Дәл осындай өз қолдарыңызбен ешқандай артық заттарсыз жылдам жасалатын мини пиццалардың жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдымен бізге дәл осындай нан бөліктері керек болады. Үйде желінбей қалған нандардан да қолдансаңыздар болады. Және балаларыңыз жақсы көретін аздап шұжық қолданамыз. Дәміне қарай азғантай қызанақ және ірімшік қолданамыз. Барлығын видеодағыдай 4-1-шілеп тұрып турап аласыздар. Біздің шұжығымыз дайын. Келесі бізде қызанақты да дәл солай 4-1-шілеп турап аламыз. Қызанақтың орнына дайын кетчуптарды қолдансаңыздар болады. Біздің заттарымыз дайын болды. Ірімшікті міндетті түрде өткіштің майда көзіне өткізіп аласыздар. Туралған нандарымызды бір қатар барлығын теріп шығамыз. Үйлеріңізде бар нандарды да қолдансаңыздар болады. Біздің нандарымыз дайын. Дәл осы нандардың үстіне майдалап туралған шұжықтардан салып шығамыз. Келесі бізде қызанақты да дәл солай шұжықтардың үстіне теріп шығамыз. Өте оңай жасалады, жылдам дайын болады. Бар болғаны 5 минутта дәл осындай балаларыңызға мектепке апаратын пиццаларды дайындайтын боламыз. Үстіне міндетті түрде ірімшікті көбіректеу салсаңыздар, сол кезде өте дәмді болып шығады. Дәміне қарай қызанақтың үстіне аздап тұз сепсеңіздер де болады. Міне біздің ірімшіктеріміздің барлығын салып шықтық. Дайын болған пиццаларымызды қызып тұрған пеште бар болғаны 5 минутқа қана саламыз. 5 минутта біздің мини пиццаларымыз дайын болады. Бар болғаны 5 минут қана қойдық. Біздің пиццаларымыз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ және тәбетті ашатын біздің пиццаларымыз дайын болды. Күнделікті балаларыңызға мектепке дәл осы пиццалардан сөмкелеріне салып жіберсеңіздер болады. Сіздерге де кеңес беремін, дәл осы рецептпен жасап, отбасыңызды және балаларыңызды қуантуды ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңыз бен жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.